Ағылшынша күніне бір фразадан жаттайық. Бүгінгі 6-шы күннің фразасы take photos. Take photos. Суретке түсу немесе суретке түсіру. Мысалы, I take photos of flowers and the trees. Мен гүлдер мен талдарды суретке түсіремін. She takes photos of her family. Ол өзінің отбасын суретке түсіреді. Нені суретке түсіруді айтқымыз келсе, of предлогын қолданамыз. Жаттығу жасап көрейік. Жазып жатта. Take photos тіркесін 3 рет жаз. Пікірге жазсаңыздар да болады. Сөйлемді толықтыр. I take photos when I. Қай кезде суретке түсетініңді жаз. Мысалы, when I travel, саяхаттаған кезде, when I go to the park, паркке барған кезде, when I see my friends, достарымды көрген кезде. Сұраққа жауап бер. What do you like to take photos of? Нені суретке түсіргенді жақсы көресің? Nature, табиғат, food, тамақ, people, адамдар. Мысалы, I like to take photos of nature. Мен табиғатты суретке түсіргенді жақсы көремін.